Ауыз маңындағы бұлшықеттер бірінші бұлшықет ауыздың дөңгелек бұлшықеті мускулюс орбикулярис орис деп аталады. Бұл еріндердің терең қабатында шеңбер бағытта орналасқан бұлшықет талшықтарынан құралатын болып саналады. Негізінен еріндік және де жиектік болып екі топқа бөлінетін болып саналады. Жалпы негізгі қызметіне келетін болсақ, ол ауыз тесігін қысып, мына еріндерді сыртқа қарай ығыстыру қызметін атқаратын болып саналады. Келесі бұлшықет бұл үлкен бет сүйектік бұлшықет мускулюс зигоматикус майор деп аталады. Бұл ос зигоматикустың, яғни бет сүйегінің сыртқы бетінен бастау алып, төмен медиальды бағытта өтеді де ауыздың езуінің маңындағы теріге және де мускулюс орбикулярис ориске ұласатын болып саналады. Келесі кіші бет сүйектік бұлшықет мускулюс зигоматикус жиегінен бастау алатын болып саналады. Төмен бағытта өтіп, бұл да ауыздың шеңбер бағытында орналасқан бұлшықетіне ұласатын болып саналады. Келесі жоғарғы ерін мен мұрын танауын көтеретін бұлшықет мускулюс леватор лаби супериорис эт алакуа нази деп аталады. Бұл, яғни мускулюс леватор лаби супериористің жанында орналасқан бұлшықет болып саналады. Негізгі басталатын нүктесі бұл жоғарғы жақ сүйектің маңдайлық өсіндісі, яғни процессус фронталис ос максиляристен бастау алады, төмен бағытта өтетін болып саналады және төрт бұрышты табақшаны құрайтын болып саналады. Жалпы оның бір бөлігі жоғарғы еріннің шеңбер бағытта орналасқан бұлшықетіне ұласады, ал екінші бөлігі бұл мұрын танауларының терісімен өте тығыз бітсе жалғасып кететін болып саналады. Бұл бұлшықеттің негізгі қызметі мына жоғарғы ерінді көтерумен қатар мұрын танауын керіп жоғары қарай көтеру қызметін атқарады. Сонымен қатар мына суретте көрсетілмеген ауыздың езуін көтеретін бұлшықет болады. Мускулюс леватор ангулюс орис. Бұл мына бағана айтылып өткен бұлшықеттердің терең қабатында орналасқан болып табылады және көз шарасының төменгі жиегі марго инфраорбиталис және де форамен инфраорбиталис көз шара асты тесігінен бастау алатын болып саналады, сөйтіп төмен бағытта өтеді және езудің терісімен ауыздың шеңбер бағытта орналасқан бұлшықет талшықтарына барып ұласатын болып саналады. Бұның негізгі қызметі ауыздың езуін жоғары қарай көтеру және де латеральды бағытта тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшықет мускулюс буккалис немесе мускулюс букцинатор деп аталады, яғни ұрт бұлшықеті. Ол төменгі жақ сүйегінің ұрттық қырқасы криста букцинаториядан және де жоғарғы жақ сүйектің азу тістерінің маңындағы доға тәрізденген сызықтан бастау алатын болып саналады. Және де бұлшықет талшықтары бізде жинақталады және ауыз қуысының шырышты қабығы мен жоғарғы ерін және төменгі еріннің мына шеңбер бағытта орналасқан бұлшықеттеріне ұласатын болып саналады. Келесі бұл бұлшықеттің негізгі қызметіне тоқтала кететін болсақ, ол езуді сыртқа қарай тартып, еріндерді тістермен жанастырады және де ерінді керу қызметін атқарады десек болады. Келесі бұлшықет бұл күлкі бұлшықеті мускулюс рисориус деп аталады. Бұл мойынның терасты бұлшықеті, яғни мускулюс платизманың тікелей жалғасы болып саналады. Бұл бұлшықет бізде шайнау бұлшықетінің шандырынан және де мұрын мен еріннің арасындағы терілік қатпардан бастау алатын болып саналады және де еріннің езуінің маңындағы теріге барып бекитін болып саналады. Бұның негізгі қызметі езуді көтереді және де сыртқа қарай тарту болып табылады. Келесі езуді төмен түсіруші бұлшықет, яғни мускулюс депрессор ангули орис деп аталады. Ол төменгі жақ сүйектің сыртқы бетінен бастау алады және де иектік тесіктен төменірек, мінекей мына иектік тесік,
осыдан төменірек бастау алатын болып саналады және де өрлеме бағытта өтіп ауыз езуінің маңындағы теріге бекиді және біраз бұлшықет талшықтары езуді көтеретін бұлшықет талшықтарына ұласатын болып саналады. Негізгі қызметіне келетін болсақ, езуді төмен түсіреді және де артқа қарай тарту қызметін атқарады. Келесі ерінді төмен түсіруші бұлшықет. Musculus depressor labii inferioris деп аталады. Бұл бұлшықет бізде төменгі жақ сүйек денесінің сыртқы бетінен және иектік тесіктің алдыңғы бөлігінен бастау алатын болып саналады және жоғары қарай бағытталып, төменгі ерін мен иектің терісіне барып бекитін болып саналады. Негізгі қызметі мына төменгі ерінді төмен қарай тарту болып табылады. Келесі иектік бұлшықет musculus mentalis. Бұл бұлшықет төменгі жақ сүйегінің күрек тістерінің маңындағы альвеолярлық көтеріңкілерден бастау алатын болып саналады және төмен бағытта өтіп, иектің терісіне барып бекиді. Негізгі қызметі мына төменгі ерінді сыртқа айналдыру және де иекті жоғары көтеру болып табылады. Және де осының терең бағытында орналасқан иектің көлденең бұлшықеті болады musculus transversus menti. Бұл тұрақсыз шағын келген бұлшықет болып табылады. Және де езуді төмен тартатын бұлшықеттің тікелей жалғасы болып саналады.